Мұғалім күннің нұры іспетті. Мұғалімі жоқ ауылда күн шығып, таң атпайды деген қанатты сөз бар. Білім ұстаздан дариды. Білімді елдің ертеңі де бұлтсыз күндей ашық болады. Ал осы саланың сала құлаш бұйдасы әлбетте білікті ұстаздың қолында. Әліпті таяқ деп білмейтін жасымызда сізбен біздің сауатымызды ашып, санамызға сәуле жүгірткен ұстаздар қауымының бірі ұстаз деген ауқымды атақты абыроймен мінсіз атқарып жүрген бүгінгі сюжетіміздің басты кейіпкері бастауыш сынып мұғалімі Саякова Мадина Бейсенбайқызы туралы болмақ. Ел болам десең бесіңді түзе деген сөз бүгінгі таңда білім мен тәрбиенің ортасы, алғаш білім нәрін сусындыратын мектебіміздің бастауыш бөліміне арнайы айтылғандай. Әліппеден 42 әріпті жазу мен оқуды, есептеуді үйрете отырып, талмай еңбек етумен ізденістің арқасында өзіне де, өзгеге де дүниенің құпиясын ашып көрсетпек. Осы тұрғыда еңбегі өлшеусіз, өз баласынан өзгенің баласын артық көріп, қамқор бола білетін жан ол біздің Мадина апай. Өз бойындағы жақсы қасиеттерді алған білімін шәкіртінің бойына дарытып, білім беріп, еңбек еткен жандардың бірі. Ұлы Абайдың қанатты сөздерін жүрегіне педагогикалық кредосы қылып ұстанған Мадина Бейсенбайқызы еліміздің қарқынды саясатына елеулі үлес қосып жүргені өз алдына қойған мақсаттарынан айқын байқалады. Қойылған мақсатқа жету жолында таңнан қара кешке дейін мектеп партасымен бірге барлық өмірін бала тәрбиесіне арнап, сапалы білім берумен бірге өз білімінде шыңдап түрлі аудандық, облыстық сайыстардың жүлдегері. Бұлақ көрсін көзін аш демекші мамандықтың бастауы, балық шақтың арманы. Мадина Бейсенбайқызының ұстаздық мамандығын таңдау себебі сонау балық шақтың жылуы. Мектеп қабырғасын бітіре сала Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық педучилищесінде өз арманына қанат қақтырып, білімін шыңдап, арманына алғаш қадамдар жасады. Ұстаз болу жүректің қалауы. Әрбір істің ең қиыны бастамасын бастау емес пе? Аталған оқу орнын бітіре сала Мадина Бейсенбайқызы мектеп өміріне белсенді әрі қызу араласа кетті. Орыс және қазақ тілінде де еркін сөйлей алатын әрі аккордеонды жанына дос еткен Мадина Бейсенбайқызы оқушылардың білімге деген талабымен баланың бойындағы талантын да тани білген. Сол кездері музыка пәнінің мұғалімі ретінде қызмет ете жүріп, өз оқушыларымен облыстық телевидениелік Айгөлік музыкалық байқауының жүлделі лауреаты болып, сол кездегі экранның кішкентай жұлдыздарын жаққан жандардың бірі. Тұлғаның жан-жақты болуын талап еткен Мадина Бейсенбайқызы бұл қасиетті өз бойында ісімен үлгі болып көрсетуде. Таланты мен талабын ұштастыра білген Мадина Бейсенбайқызы нағыз 21 ғасырдың адамы. 28 жыл еңбегімнің нәтижесі 2018 оқу жылы Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінде білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқу процесінің тиімді әдістерін қолдана отырып, оқушылардың білім сапасын арттыру тақырыбында аудан көлемінде өзімнің шығармашылық есебімді өткізіп, өз тәжірибеммен бөлістім. 4-ші сынып оқушыларының қазақ тілінен алған базалық білім негіздерін одан әрі жетілдіре түсу, толықтыру, тиянақтап бекіту мақсатында өзімнің грамматика әлемі, мұғалімдерге арналған әдістемелік көмекші құралмен қатар оқушыларға арналған жұмыс дәптері кешенінен тұратын авторлық бағдарламам аудан көлемінде таратылды. Шығармашылық кешке жиналған ұстаздар қауымы 2-ші сыныптарда математика пәнінен 4-ші бөлім геометриялық фигуралар, периметр деп аталатын ұзақ мерзімді жоспар бөліміндегі фигуралар салу, теңізге саяхат сабақ тақырыбы бойынша, ал әдебиеттік оқу пәнінен саяхат, мен теңізшімін ұзақ мерзімді жоспар бөліміндегі сабақ тақырыбы дельфин Спиридон Вангелийдің балаларға арналған шығармасы бойынша құрылған математика және әдебиеттік оқу пәндерінен кіріктірілген саяхат сабаққа қатысты. Мектептегі білім мен тәрбие беру негізі бастауыш сыныптардан басталады. Білім берудің бастауыш сатысы
тұлғаның даму іргетасы, оқу әрекетін қалыптастыратын жауапты кезең. Барлық білімнің негізі бастауышта қаланатын болса, балаға дәл осы кезде білім беріп қалудың маңызы зор. Бастауыш мектеп баланы оқуға үйрету мен тәрбиелеу, оның тұлға ретінде өзін өзі ашуға, жалпы дамуының қалыптасуына жағдай жасайтын негізгі саты. Бастауыш сыныптағы баланың қабылдау мүмкіндігін ескере отырып, дамып жатқан оқытудың жаңа технологияларын тиімді пайдалану ең маңызды іс. Сондықтан бастауыш мұғаліміне қойылатын талап пен жауапкершілік те салмақты. Бастауыш сынып мұғалімі пән оқытушы ғана емес, ол бағбан, баланың болашағына бағыт беруші, бала бойындағы қабілетінің көзін ашушы, қорғанышы деуге болады. Бастауыш сынып оқушысының оқуға деген көзқарасының бір параметрі оның танымдық деңгейіне байланысты екенін ғылымда көрсетілген. Бала жасынан әр нәрсеге ерекше көзқараста болады. Әр заттың сырын біліп, оның жан-жақты танығысы келеді. Бұл табиғи заңдылық. Білім беруде жаңа әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, оқушылардың білімге деген көзқарасын, ынтасын арттыру мақсатында сабақтың қызықты өтуі, мұғалімнің үнемі іздену, ұтымды әдіс-тәсілдерді қолдану, оқыту әдістемесін жаңартып отыруына байланысты. Қазіргі таңда мұғалімдердің инновациялық және интерактивті әдістерді сабақ барысында пайдалануы сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпал тигізеді. Осы жұмыстың нәтижесінде оқушы белсенді, ізденімпаз тұлғаға айналады. Оқушылар өз ойын еркін айтады, өзге балалардың пікірін тыңдайды, өз бетінше ізденуге үйренеді, бір-бірімен қарым-қатынас жасайды, шығармашылық белсенділігі артады, мұғаліммен еркін сөйлесіп пікір алмасады, өз бетінше шешім қабылдауға үйренеді.